Aklımızda Kazak'ın ұлттық оюлары тұр. Соның астында бірінші, екінші, үшінші деген сандар тұр. Соны таңдау арқылы 3 топқа бөлініп жайғасып отырамыз. Таңдаңыздар. Бөлмеге кіреміз. Бөлмедегі заттарды жылжыту арқылы біз мұндағы, яғни тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмаларды орындау арқылы біз есікті ашуымыз керек. Түсінікті болды ма ойынның шарты? Бөлмедегі заттарды жылжыту арқылы мына жерде берілген тапсырмаларды орындаймыз. Ал сөрелерден бастайық. Кітаптарды іштерін ашып көрейік. Сөрелерден кітаптың астынан тапсырмалар шықпай жатыр. Мінеки шықты. Кітап шықты және диск шықты. Дискіні қайда саламыз, балалар? Ал салып көрейік. Жақсы, өте жақсы. Ал енді кітапта тапсырма бар жоқ, басып тексеріп көрейік. Тапсырма бар екен. Ал мен оқимын, сосын жауап бересіңдер. Дұрыс нұсқасын мұнда таңдайсыңдар. Ал көбейту амалы дұрыс көрсетілген қатарды табыңыз. 24 пен 2-ның көбейтіндісінің мәні 48-ге тең, 15 пен 2-ның көбейтіндісінің мәні 32-ге тең, 22 мен 4-дің көбейтіндісінің мәні 86-ға тең, 13 пен 3-дің көбейтіндісінің мәні 36-ға тең. Дұрыс нұсқасын Алижан. 24 пен 2-ның көбейтіндісі тең мәні 48. Бірінші нұсқаны белгілейміз. Жауабы, иә? Жарайды, таңдаған жауабын соғысы тексеріп көрейік. Жақсы, Алижан, өте жақсы отыра ғой. Келесі тапсырманы іздеп көрейік. Қай жерді басып көрейік? Кәнекей, кім айтады? Алисан? Кілемшені жылжытыңыз дейді. Жарайды, кілемшенің астында қуаттандырғыш тұр екен, яғни біз нені қуаттандырсақ болады? Дұрыс, ұялы телефонды қуаттандырсақ болады екен. Ал енді оны қуаттандыру үшін қайда қосамыз? Ендеше ұялы телефонды көрейік. Мұнда тапсырма бар жоғы. Жақсы, мұнда тапсырма бар екен. Ал енді мен оқимын, сендер тыңдаңдар. Қай есеп 13 пен 3 өрнегіне сәйкес келеді? Бірінші нұсқа 13 балаға 3 дәптерден берілді. Барлығы қанша дәптер болды? 13 алма 3 балаға теңдей бөлінді. Әр балаға неше алма алды? 13 оқушы 2 қатарға бөлінді. Әр қатарда неше оқушы бар? Кәдеге кім жауап береді, балалар? Инаба. Бірінші нұсқа 13 балаға 3 дәптерден берілді. Барлығы қанша дәптер? Кәнекей, тексеріп көрелік. Дұрыс, Инаба. Жауабы өте дұрыс тиянақты. Ал қай затты жылжытып көреміз, балалар? Қайсының? Арна, қай жерді, қай нені затты жылжытып көреміз бөлменің ішіндегі? Кәусар? Қайсынан жер? Сөрені. Үшінші сөрені? Жарайды. Мынау не балалар? Өте жақсы. Кәнекей, бұдан есепті екен. Кәусар, отыра ғой, бірінші сұрақ қойылайық. Теңдерді шешіңіз. 12 мен белгісіз санның көбейтіндісі 36-ға тең. Ал бірінші нұсқа белгісіз санның 4-ге тең, екінші нұсқа белгісіз санның 2-ге тең, үшінші нұсқа белгісіз санның 3-ге тең, төртінші нұсқа белгісіз санның 6-ға тең. Кәнекей, кім айтады? Кәусар, айта ғой. Үшінші нұсқа
3'ke тең. Белгісіз санымыз 3-ке тең дейді. Кәні көрейік. Өте жақсы. Ал тағы да қанша тапсырма? Ол жерде бізде балалар 5 тапсырма, иә? Осы барлық тапсырманы орындап болғаннан кейін бізде есік ашылу керек. Әлі есігіміз ашылмай тұр. Кәнекей тағы қай жерді көреміз? Қай жерді көреміз? Ал суретті дейді. Жақсы, мұнда да бар екен. Егер әр қорапта 13-15 оқушыдан болса, екі қорапта барлығы қанша ойыншық болады? Бірінші нұсқа 28, 32, 30. Кәнекей, кім айтады? Айгері. Үшінші нұсқа дұрыс, себебі мәні 30 болады. Мәні 30, тексеріп көрейік. Ал жақсы. Ал енді есігіміз ашыла ма, ашылмай ма? Тексеріп, сендер дұрыс сұраққа жауап бердіңдер ме? Көрейік. Ой, жарайсыңдар балалар, яғни сендер барлық сұраққа жауап бердіңдер. Тамаша. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бір таңбалы санға халықпен бөлу. Яғни біз бүгінгі мақсатымыз бір таңбалы сандарды халықпен бөлеміз және оны тексеруді үйренеміз. Бүгінгі тақырыпты түсіну үшін, яғни біз өмірмен байланыстырайық. Ал Ескендір дүкенге барды, қолында 65 теңгесі бар. Ол 3 қарындаш сатып алды. Бір қарындаш 20 теңге тұрады. Ескендір неше қарындаш сатып алды және қолда неше теңгесі қалды. Яғни бұл халықпен жұмыс жасау үшін балалар, біз яғни өзіміздің күнделікті ұстап жүрген ақшамызды не істейміз? Пайдалануды білеміз және халықпен жұмыс жасауды үйренеміз. Ескендір, келе қойшы. Сатушыға біреуміз келеміз. Кәнекей, Таңшолпан келе қойшы. Яғни, мінекей балалар, Таңшолпанның қолында 3 қарындаш тұр, ал Ескендірдің қолында 65 теңгесі бар. Бір қарындаш қанша теңге тұрады дедім жаңа? 20 теңге. Яғни біздің сатушымыз ол Таңшолпан. Осы жерде Таңшолпаннан неше қарандаш сатып аласың сен? 3 қарандаш сатып аламын. 3 қарандаш. Ендеше бір қарандаш неше теңге тұрады? 20. Ендеше бере ғой, ақшамды бере ғой. Жақсы. Мінекей 3 қарандаш берді. Яғни біз дүкенге ата-аналарымыз жұмсай ма балалар? Жұмсап тұрады. Жақсы. Ал ендеше қарандаршы балалар. 3 қарандаш сатып алды. Бірақ сатушыға қарыз емес ақшасын берді. Ал Ескендірдің қолында неше теңгесі қалды? Мінекей балалар, қалдық деген халықпен жұмыс, мінекей, яғни бұл біздің немізде де кездеседі екен, өмірімізде де кездеседі екен. Жақсы, рахмет, отыра қойыңдар. Қараймыз, бүгінгі халықпен жүзді есіне сақтап аламыз. Есіне болсын, халық қашан да бөлгіштен кіші болуы тиіс. Халықпен бөлу дегеніміз бір натуралсан, екінші натуралсанға бөлгенде қалдығы нөлге тең болмайды. Бірақ қалдық үнемі бөлгіштен кіші болатынын есіне салайық. Халықпен бөлуді тексерудің алгоритмі бар. Яғни толық емес бөлінуді санға бөлінуді бөлгішке көбейту. Алынған нәтижеге қалдықты қосамыз. Шыққан нәтижеге бөлгіштен салыстырамыз. Егер бөлгіштен кем болса, бөлінудің мәні нөлге, ал қалдық бөлгіштен тең болады екен. Кәнекей балалар, оқулығымызды ашамызшы. Оқулығымызды ашамыз. Бірінші тапсырманы Кәусар оқып қойшы. Бірінші тапсырма, есепті шығарыңдар. Шебер 18 моншақты әр қорапқа алдыдан салды. Қанша қорап қажет болды? Жақсы. Мұнда енді барлығы неше моншақ бар екен балалар? 18 моншақ бар екен. Ал ендеше әр қорапқа неше моншақтан салды балалар? Қораптан салды. Ал ендеше неше қорап қажет болды бізге балалар? 3 қорап. Бізге 3 қорап қажет болды. Ал енді келесісін оқиыншы. Кәнекей, Арман оқиыншы. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 4-тен салды. Қанша қорап қажет болды? Және қанша моншақ қалды?
Аха, өте жақсы. Ал енді бұл жерде де барлығы неше моншақ екен балалар? Әр қорымға неше моншақтан салды? Моншақтан салды. Ал ендеше неше болады балалар? Яғни 4 болады. Балалар, мұнда қалдық қалып тұр, байқадыңдар ма? Ал неше қалдық қалды? 2 қалдық қалды. Мінекей, балалар, қалдық дегенді осылай жазады екенбіз. Ал енді балалар жаңағына сендерді қалдықты тексеруді жаңа айтып өттім, иә? Ал ендеше қалдықпен тексеруді жазып көрейік. Енді бізде бөлінгіш неше кеткен болып тұрмызда? Аға, ал есептен бәрі неше кеткен болып тұр? Ал енді балалар бөлуді немен тексереміз? Ал енді бөлгішпенен мәнін көбейтіп аламыз. Және шығады екенбіз, дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, қанша шығады екен? Шебердің 18 моншағы шығады екен. Ал енді салыстырып көреміз. 18 пен 18-ді салыстырып тең болды ма балалар? Ал ендеше бүгінгі күнді жазып, сынып жұмысын жазып, тақырыпты жазып, көркем жазуға 365 санын жазып, есебімізді дәптерімізге жазып алайық. Келесі тапсырмамыз бізде теңге алу ойыны. Теңге алу ойыны топтық жұмыс арқылы бұл жерде жүзеге асады. Ал бұл жерде, мына жерден, яғни 100 теңгелерді өздерінің қалаулары бойынша таңдайсыңдар. Содан кейін барып артында тұрған сұраққа, яғни жұмыс жасап келесіңдер. Жұмысын, тапсырмасын орындап келесіңдер. Кәнекей, әр топтан бір бала шығуды. Кім шығады? Келе ғой. Аймира, Кәусар, Инабат, келе ойындар. Алға. Міне тапсырманы оқимыз үстіне. Ал, Аймира, сұрағын. Мысалы есепті шығар. Ағайынды 4 балаға 10 жаңғақты теңге бөліп беру керек. Олардың әрқайсысына қанша жаңғақтан тиеді, қанша жаңғақ қалады. Ағайынды 2 балаға 10 жаңғақтан теңге бөліп беру керек. Олардың әрқайсысына қанша жаңғақтан тиеді, қанша жаңғақ қалады. Жақсы. Суреттің салап есепті шығар. Ағайынды 3 балаға 10 жаңғақтан теңге бөліп беру керек. Олардың әрқайсысына қанша жаңғақтан тиеді, қанша жаңғақ қалады. Жақсы, ендеше осы тапсырма бойынша жұмыс жасап келеміз. Кәнекей бірлік постердің алдында сөйтіп топтық жұмыста талқылап, осының есебін және шешуін шығарып жауабын жазып беруге. Үшінші топ, кәнекей оқимыз. Ағайынды 4 балаға 10 жаңғақты теңге бөліп беру керек. Олардың әрқайсысына 2 жаңғақтан тиеді, 2 жаңғақ қалады. Шешуі 10 мен 4-тің бөлінісі, мәні 2, қалдығы 2. Тексеруі бөлінгіш 4 пен мәні 2-ні көбейтіп, қалдығын қосамыз. Мәні 10. Жауабы әр балаға 2 жаңғақтан тиеді, 2 жаңғақ қалады. Өте жақсы, жарайсыңдар қыздар, отыра алыңдар. Дұрыс, өте дұрыс. Келесі тапсырмамыз біздің галограмма сағат әдісі. Яғни қолдарына берген сағатта мынандай жасырын штрих-код берген соны қолдарына сағатты қойып тапсырманы орындаймыз. Бастаймыз. Шырша ойыншықтары әр қорапқа алдынан салынды. Қанша қорап қажет болатынын және қанша ойыншық қалатынын анықта. Тапсырманы орындап болды. Таңшолпан, кәнекей оқимыз. 13 пен 6-ның бөлінісі. Мәні 2, 1 қалдық. Мәні 2 бөлгіш 6-ны көбейтіп, 1 қалдықты қосамыз. Мәні бөлінгіш 13 шығады. Өте жақсы, жарайсың, рахмет. Келесі тапсырма бізде балалар. Әр саяхатшы 4 түйеден және 5 киізден алды. Ал 30 саяхатшы келген болса, неше кәдесін сатып алды. Осы жерде балалар, яғни сандарын өзгерту арқылы есепті құрастырып шығарамыз. Ал бастаймыз. Және әртүрлі тәсілмен
Шарты: түйе 6, киіз үй 3, әр саяхатшы. Саяхатшы 30, сатылды белгісіз кәдесый. Шешуі: бірінші тәсіл. Жақша ішінде 6 мен 3-ның қосындысы 30, оған 30-ның көбейтіндісі тең мәні 270. Екінші тәсіл. Жақша ішінде 6 мен 30-ның көбейтіндісі 30 мен 3-ның көбейтіндісіне қосамыз. Тең мәні 270. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Мінекей екі тәсілменен шығарып келіп отыр есепті. Жақсы, рахмет Анна. Түс сәтін бір жасап, сергіп қалайық. Амалдардың берген тапсырмаларды, амалдардың орындалу ретін анықтай отырып, өрнектерді барған түрінде жазып, оларды есептейміз. Ал бастаймыз. Кәнекей Таңшолпан, амалдардың орындалу реттерін атап жібер. Бірінші амалы. Бірінші амал 219 азайтылған 51. Өте жақсы. Екінші амалымыз. Екінші амал 124-тің қосындысы. Аха, ендеше мәні нешеге тең болды? Мәні 292. Өте жақсы. Жарайсың. Рахмет. Отыра қой. Бір таңбалы санды қалыппен бөлуді есіңізге түсіре отырып, бүгінгі сабақты қорытындылайық. 30 менен 7-нің бөліндісі нешеге тең және неше қалды қалады. Кәнекей, таңдаймыз мұнда. 4 2 қалды. 4 мәні 2 қалды. Кәнекей көрейік. Дұрыс, өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі бүгінгі сабақты жақсы меңгеріпсіңдер. 28 мен 3-дің бөліндісі мәні нешеге тең, неше қалды қалады. 9 Кәнекей, дұрыс, өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі 49 мен 9-ның бөліндісінің мәні нешеге тең, қалды, неше қалады. 5 қалды. Ал таңдап көрейік. Дұрыс, өте жақсы, жарайсыңдар. Ал Кәнекей, қол көтерейікші келесіне. 63 пен 6-ның бөліндісінің мәні нешеге тең және неше қалды қалады. Айтысқан. Мәні 13 қалды. Ал тексеріп көрелік. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаңыз. 34 пенен 8-дің бөліндісінің мәні нешеге тең және неше қалды қалады. Таңшолпан. Мәні 4 2 қалды. Тексеріп көрелік. Өте жақсы, жарайсыңдар. Бүгінгі сабақты жақсы меңгеріпсіңдер. Мұнда 10 тапсырма. Келесі 58 менен 7-нің бөліндісінің мәні нешеге тең және неше қалды қалады. Кәнекей, ойланамыз балалар. Кім айтады? 8 2 қалды. Кәнекей, Нұржігіт айтып көрші. 8 2 қалды. 8 мәні 2 қалдық. Тексеріп көрелік. Өте жақсы, Нұржігіт, жарайсың. 73 пен 9-ның бөлінісіне мәні неше қалды, қанша қалады. Кәусар, Кәнекей айтып көрші. Мәні 8 1 қалды. Кәні тексеріп көрелік. Сендердің алдарына домбыра таратып бергенде, яғни бұл жерде жаңағыдай балдық жүйе бар. Кім қанша бал алғанын атап өтейік. Кәнекей, кескенді. Мен 8 бал алдым. Жақсы, тамаша. Арна. Мен 9 бал алдым. Жарайсың. Аймира. Жарайсың. Таңшолпан. 9 бал. Мирас. Мен 7 бал алдым. Жарайсыңдар балы. Ал ендеше үй тапсырмасын алып. Бүгінгі үй тапсырмамыз бізде 5-ші есеп 9-ші бет. Яғни қалдықпен бөлуді орындап келесіңдер, және де оны тексересіңдер. Түсінікті болды ма үй тапсырмасы? Иә. Жарайды, жақсы. Өте жақсы.
жақсы ұнаса жасыл түсті басасыңдар, және де түсініксіз болып қалса, онда сары түсті басасыңдар. Мүлдем мен бүгінгі сабақты түсінбедім деп айтсаңдар, онда қызыл бағдаршамды басып кетсеңдер болады. Ал енді мұнда әрқайсының аттары жазылған, келіп, әркім өзінің аттарының тұсына таңдап кетсеңдер болады. Келіңдер. Айнира. Ал, жасыл түсті таңдап, жарайсың. Келесі. Ақнұр, келіп. Жақсы, жарайсың. Неше балалар қарап отырсам, барлықтарың жасыл түсті таңдапсыңдар. Яғни бүгінгі бір таңбалы санды қалдықпен бірге өте жақсы меңгеріпсіңдер. Жарайсыңдар балалар.